Қарадөң батыр. Қарадөң батыр бір жаста әкеден, 2 жаста шешеден жетім қалды. Бала сөйтіп жүріп, жасы 3-ке жетті. Сонда Қарадөң Ноғайға келді, балалар оны сабап қуды. Бала соған шыдамай қаңғырып кетті. Бала бір жерге келіп отырып, қамығып жылап отырып айтқан екен. Жаратты Алла өзімді, ойдырып жанға көзімді, тыңдайтын пенде болар ма бұл жалғанда сөзімді. Сорлаған мен қумаңда еші, ендесем асым жоқ, кие ендесем киім жоқ, баратығын үйім жоқ, үйге кірер күйім жоқ. Ей ата менен анам жоқ, жалаң аяқ жалаң бас отырмын менде жалаң аш. Ей қайда отырып жүрейін, сорлы пенде мен болдым. Бала болса қуады, көзімнен аққан қанды жас бетімді судай жуады. Құдай қорлады өзімді, кім тыңдайды сөзімді. Бейтік қорлық бергеншең аялшайсы Алла өзімді. Жарлы жердің түбінде Қарадөң отырып мұңайды. Жап-жалаң аш бұл бала сүйеніп жарға жылайдың. Сөйтіп бала жылап отырғанда қасына бір кісі келеді. Астында есегі, басында сәлдесі, үстінде мәллесі. Қолында асасы бар адамның балаға айтқан екен. Ей жылама балам, жылама, жыламай көңілің танама. Анау тұрған 9 үй ортадағы үлкен үй соған барда кір деді. Асырайды сол деді. Ол үй барсам қуат деп, басыма күн туат деп, бала тағы жылады. Баратын үй сол деді. Ей сені жақсы бағады, балам сонда бұл деді. Қумайтын үй ол деді. Айтуынша үлкеннің ай үйіне айтқан келеді. Келеді де бала отырды, ешкім жауап бермеді, адам деп оны көрмеді. Ей отырған екен бір кемпірі, қасында оның бала жоқ, отырған шалы және жоқ. Үндеген оған адам жоқ, ой босағада мұңайып, жалаң аяқ жалаң бас отырды бала жалаңаш. Бір уақыттар болғанда ай үйдің келіп, ақсақал тұрды кемпір қасында. Қарадөң сонда жүгіріп, шалдың атын байлады, қайта айналып келіп отырды. Сонда тұрып кеңесті, мынау бала кім десті. Танымаймын мен деді, сұрамасаң сен дедің. Сонда бала, мен бір жетім баламын, ата-анам жоқ деді. Мына қаңғырып жүрген балаға киім, тамақ беріңдер. Осы үйде тұрсын, кез келгенін ішіп жесін деді. Өзінің жүгіріп жүрген жалғыз баласы бар екен. О да еркелеп, қан баласы болғанмен бір ауыз сөз айтпайды. Қарадөң ас ішіп, киімін киіп, қыдырып жүре берді. Бір күндері болғанда Қарадөңді ертіп кеңеске апаратын болады. 90 бауыл Ноғайлының қан екен. Сол уақытта Қарадөң 15 жасқа келген екен. Қан бір күн бойы батырымен бейін жинап алып, осы баланы шамадан келсе сыйлағым келеді, астындағы тағымды, басындағы тәжімді берсем деп кеңес етеді. Сонда бала жылап тұрып жырлайды екен. Айналайын жан баба, мен едім тұрған бір бала. Қатар жүріп көрмеген, ей тек жаным бар өлмеген. Ағайын туған жақын жоқ, ата менде ақыл жоқ.
жалғыздық пенен жалаңаштық ей дүниеден одан қарып жоқ. Енді қайтып жүрермін ай менен басқа пақыры жоқ. Әр малыңның соңында қаңғырып жүрдім жалпылдап. Әркім қояр көзімді, кім тыңдайды сөзімді. Ей сіз берген алтын тағыңыз, басыңыздағы тәжіңіз, қиын болар киюге, ауыр болар мінуге. Қорламаңыз көзімді, күнде шұғыр көзімді. Қаңғырып жүрген жетім деп айтыңдамас ешкім сөзімді. Сізден кидім киімді, бүгін халқың жиылды. Қаңғырып жүрген жетімге таққа міну қиынды. Ей сөйтіп бала егілді, көзінің жасы төгілді. Сонда тұрып атасы тағы бір сөз сұрайды. 90 баулы ноғай халық еді, балам менің жалғ еді. Өлгенінің арыт еді, білсең мұның парқ еді. Өзімнен туған бұл бала ол қатарға кірмейді. Атам деп жауап бермейді, балалықтан еркелеп қатарымда жүрмейді. Анау тұрған қара өдең ай кеудесі толған сан еді. 90 баулы ноғайды тірі болса бағады. Ей ашы менен арығын, пақыр міскін кәрібін төгілді. Ей көңілін табадың Сонда жиналған көптің ішінде бір бек бар еді, ол сөйлейді. Мен 15 жылдай оның әкесі қанның қасында жүріп едім. Әкесі ел билеген қан еді, ақылы көп жан еді, деп қанның сөзін қостады. Сонда қан айтты, осы қара өдеңді сынап көрейік деді. Жақсылық шамасын байқап көріңіз деді. Қара өдөң сонда қой күледі, өксіп жылайды. Жылайды да жырлайды. Мен бір жетім айбал едім, жалғызда жүрген ай жан едім. Таба алмасам ай парқыңды, біле алмасаң ай қалбыңды. Ей көптің бабын таба алмай, мен ойлаймын артымды. Айналайын көп халқым, оя көрме көзімді. Тыңда менің сөзімді, өлтіресің бе өзімді. Қымбатты артық бабамыз, жел болған күн панамыз, жау келген күн қаламыз. Мен ілгері бастырып, қорлыққа бермей қараңыз. Ей сонда қартың сөйлейді, сөйлегенде бидейді. Қара өдөң қойған атыңды, асыл туған сатыңды, сыйлап саған билікті берейін деп отырмын. Тыңдасаң халқым сөзімді, айтып саған бәрінде. Қасында өзім тұрайын, бітпейтұғын іс болса, өз халқымнан сұрайын, бірігіп кеңес құрайын. Қыдырып бір-екі жыл қасында, өзім жолдас болайын. Есіткен соң бұл сөздің, ей қара өдөң бала тебіренді. Қоймасын ақыр білген соң, мақұлдап бала алады. Тарқаған соң кеңестен, ей атасымен қол еріп, үйге сонда барады. Атадан тақты алған соң, қара өдөң ойға қалады. Айдай, 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 айдай. 2-3 күн өткен соң атасына келіп, ей ата, мен де жалғыз бала едім. Жалғыз болсам да халықтың қойы жеңді ғой. Жалғызбын деп отыра берем бе? Қара менде деген қалмаққа барайын, соны шауып алайын деді. Ел қаруы 5 қаруда асынып, басына дулағасын киіп, қара тұлпарды ерттеп мініп жүріп кетеді.
бала жөнелді, сол қалмаққа барғанда қалмақтың келін алмаққа. Ей, барып ойын салмаққа тәуекел етіп жол жүрді, алыстан болса жетем деп күні түні жол жүрген. Ей, есебі жоқ мол жүрген, көрмеді жанның қарасын, жалғыздық сонда білінді. Қапанда жалғыз мен деді, қыбырлаған қара көрмеген. Ей, тек жалғыз қалдым гүлмеген, ең майданға шыққан соң сонда көңілім сүрінді. Ей, жараттың Алла өзімді, аштырған соң көзімді. Көрсеттің жақсы жамандың, ей, дүниеден екі рет. Шешекемнен айырып зарлаттың Алла өзімді. Табаным жерге тия алмай жығылды талай жерлерге. Ей, бір күндері болғанда, екіге жасым толғанда, әкемнен тағы айырылдым. Әкемнің аты бегеді, әр уақты ереді. Қысылғанда жебейтін қайран атам жоқ еді. Тәуекелге бел байлап, найзы ұшына ту байлап, жалғызда кетіп барамын біз секілді ерлерді. Қаңғырып жалғыз жүргенде есіңе алып біздерді. Ой, көрмеген қиғаш жерлерге шығайын деп белдерге, жетейін деп ерлерге баба түкті шаштазыз. Ей, қырық шілдің қызырымен жәрдем берші біздерге. Ей, астымдағы қаратым шапқан сайын зулайды, жануарда қанатты алдыңнан қашқан бұлан менің. Ей, ақ бөкендай аңғардың біреуінде қоймайды жалғаншы деген бұл залым. Талайларды алдаған жалғыз жүріп жапанда қалай жұмыс етермін. Ей, 15 жасым толғанда талаптанып жол шықтым, азғана емес мол шықтым, бір мезгілде қашан жетермін. Ей, бір уақытта түн болды, түн артына күн болды, дамылсыз шауып келеді, қара аттағы піл болды. Ей, төрт аяғын тең басып, ей, ұшқан құспен теңесті, шаршасын ба жануарым. Шапқан сайын бұл өсті, құс текпіні салғанда, жымитып құлақ алғанда, атына көңілі толығып, өзімен өзі кеңесті. Жан серігім қаратым, қолымдағы полатым, үстіңдегі қара дөң, сендерге де сым болды, жалғыз шықтым елімнен. Туып өскен жерімнен, жалғыз жетім қалғанда, қарт атама бала боп мұндай күйге жеткенде, ала алмассың жауыңды сағандаң, ей, батырмын болдың. Ен даладан өткенде, қалмаққа жақын жеткенде, көңілі өсіп батырдың ентелетіп ол жүрді. Жақындап кеп қараса алыстан үлкен шаң көрді. Ей, шаң ішінде будақтап келе жатқан жан көрді. Ей, шаңға қарай ол жүреді, жақындағанда ол шаңы топырлаған көп жан көрді. Ей, бөлінбеді шамасы, ашылмады арасы, шаң мен жанды көргенде сонда түріп қамықта. Ей, ана менен атадан қылып жұрдай қойғаның, жетім қалып жасымнан, осыма еді дүниеде екі көзбен көргенім. Ей, дін мұсылман ерлерім, шағалалы айдың көлдерім, күңірсіген құба дөңдерім, егер мынау жау болып Алла жерден бермесе, қалады сондай жерлерім. Ей, 40 шілден қызырмен, ей, бабам жерден болғайсың. Ей, баба түкті шаштазыз. Ей, біздерді еске алғайсың, төндіргей жаудың оттарын, күлін көкке ұшырып дарытпағын оқтарын. Ей, осы егер жау болып, жау қолында мен өлсем, атамен туған анам жоқ, қысылсам көмек беретін анамнан туған ағам жоқ. Білмейтін кімнің жоқтарын, әуелі Алла екінші. Ей, әулие шайқы пірлерім, болмаса басқа панам жоқ, не болса да көнемен, қылды Алла шаруам жоқ. Ен далада жалғызбын, қараттан басқа қарам жоқ, қасымда жоқ жолдасым, осындай қиын тар жолда Алланың өзі қолдасын. Жаудың көрдім қарасын, ей, көрдің оның шамасын.
жақындап келіп қалыпты жиналған қалмақ баласы. Жалғыз тұрған қарағай тобын жазбай көп қалмақ қара менді бас болып қара дөңдей келді балаға. Ей келе сонда қара менді сөйлейді сөйлегенде бидейді. Ей жас бала жоқ жолдасың қасыңда, ақылың жоқ басыңда. 41-дей биіммен шықтым аңға осында. Көріп сені далада келдім сенің қасыңа. Танымай тұрмын мен деді аты жөнің сен айтып. Түсіндір ей бала сен дедің Қарадың сонда сөйлейді ата тегім сұрасаң Ноғай деген ел деді өзімнің әкем бегедің ей атымды менің сұрасам Қарадың деген ер едім ей жөнімді менің сұрасаң Қалмақ деген ел деді сол қалмаққа барарға Қалмақтың елін аларға елін ойын саларға ата жауым қалмақтың ей іздедім елін шабарға ата тегіңді сұрайын ей жауап маған бер деді сонда қалмақ сөйлейді қалмақ деген ай еледім ежелден мекен тұтынып ей тұрған осы жер еді атымды менің сұрасаң ей қара менді ереді қалмақта болсам асылым ақсүйек туған төреді Ноғайды көрсе жер едің ей Ноғайлы деген сен бе едің бізбенен ай тең бе едің қақарланып ақырсам ей Ноғайлының баласын бір қауызға сыйдырам қақарым қатты ередім ей демеме асын ай пісірген ерегескен сендей Ноғайдың ей өзінің қанын өзіне түрпіменен ішірген ей басыңдағы тулыға шалқайтып оны киіпсің ей қолыңа ұстап найзаны айла қандай қылыпсың соғысуға келіпсің астыңдағы қаратпен күні түні желіпсің ей соғысуға келсең сен астыңдағы атыңмен ей қолыңдағы найзаңды маған бала бересің ей егер маған бермесең онда сорлы өлесің өлімді жақын көресің ей жас басыңнан соғыссаң жанбай отың болып күл тезірек бала көнесің егер соны етпесең қасымдағы аламан ұрыспай ма баламен ей астыңа мінген қарасың шаршап келген қаратпен қашамын деп ойлайсың ей қашып қайда барасың қарадың сонда сөйлейді қашатын кісі мен емес ол айтқаның жөн емес аяп тұрсаң бала деп астыңдағы атыңмен беліңдегі беренді шешіп беріп көр деген дәмең болса кел деген қайратымды көр деген ей бала деп сен аясаң кезегіңді бер деген сонда қара менді сөйлейді жасым үлкен ағамын жасы кіші баладан жасымды мен құлдап кезегімді аламын ал кезегіңді мен алсам алла тізгін оңдаса ақ сүңгіні саламын көңілімді табамын жасы үлкен ағасың жасыңды сен бұлдап кезегіңді аласың ей сонда қалмақ оқталды талайына құл салды қозы жаурың қу жебе суырып мұны қолға алды ей садағың кері тағалды ішінде бар ақсауыт ей қарт қояндай қасқарып тұрды қарап қақшиып
Sonda қалмақ оғатты, бір атқанда үш атты. Ей, үш оқты бірден босатты, үстіне киген ақ сауыт жыртыла жаздап қолғалдай. Сөгілер еді ақ сауыт, жар болды кәмір пірлері, кереметті дүрлерді, ал қасиетті ерлері, қара өдіңдей жас батыр. Садақты керіп қолға алды, садақты қолға алғанда өлерін өзі білген соң. Ей, қара өдіңдей баланың әруағын көрген соң, жағаға сонда қол салдай. Суырып алды қылышын, тартылуға тынысын. Сонда тұрып қара өдің қылышын алды суырып, атаңа нәлет қалмақтың заманасын қуырып. Ей, суырып алған қылышпен сонда тұрып ұрады, үстіне киген көк темір. Батпада қылыш тисе де батырлар сонда шамданды. Қатуланды, қаттанды, буырқанды, босанды, мұздай темір құрсанды. Қолына алды батырлар ақсапты болат найзасын, шығаруға ерліктің бір-біріне айласыны. Ей, ойлады жанның пайдасыны. Ей, жап-жасқана балаға тамағынан шалдырып жанын беру қиынды. Көздерінше қолдағы бабасына сыйынды. Найзаларын суырып бір-біріне салады, итерісіп қалады. Ай, қиын сондай іс болды, қара өдіңдей балаға қалмақ сонда күш қолдай. Қара өдің сонда қарады, бабасына сыйынып, балдағы алтын құрш болат суырып қолға алады. Ал бабасы жәрдем болған соң ендіре алмады ит балық онан әрі найзасын, таппады жанның айласыны. Ей, қара менді қалмаққа қарадың найза ендірді, қылышпенен тағырды. Қалмақтың басын қалмаққа, ей, қалмақтайын кәуірдің жүрекке найза енгенде ауыздан қаны атылды. Сонда басын алады, тездетіп ол жүгіріп қара атқа барады. Ей, ханы оның өлген соң қасындағы Бейменбек Ақберені шарылдап соғысуға барады. Алды қолға қылышын, тарылтуға тынысын. Ақ найзасын өңгерді, жалғыз өзін қарасаң. Сол қырыққа теңгерді, сол батырды айғайды. Ей, басындағы дулыға сонда кейін қайқайды. Ей, араласып соғысты, сол соғыстың ішінде бейшора бектері. Басына қылыш тигенде жаны кетіп кеудеден тек ат үстінен шалғайды. Ей, шалқасынан жығылған, ішінен найза тығылған, ат үстінде ол жүріп көрді алып талайды. Аты жүйрік Бейменбек еліне қашып барады. Сайсаланы далдалап еліне хабар береді. Сол хабарды есітіп шықты елінен көп халық. Ашы бар ат мінген, ат құйрығын шарт түйген, құрайғыр ол ұстап, кейбіреуі салт мінген. Шықты міне қаладан, ей, келді алдынан қара өдің. Сол бір қолды көргенде астындағы қара тұлпары ортқи ойнады. Қолында бар ақ семсері, жүзі қанға тоймайды. Топтан шықты бір қара, келе тұра қалады. Сонда тұрып сөйлейді, сөйлегенде билейді. Қарсы топқа ұрынып, өзіңде жас баласың. Білмейм екен жас бала өзінің қайрат шамасыны. Ей, сенің әлің жете ме қалың топты қарашы. Өлейін деген жас бала өлімнен де тіпті ойың жоқ. Өзіңнен зорға жолықсаң жабыстырар жерлерге. Қара құзғын жем болып бұйырмас саған жерлерде. Боларысың сонда масқараңы. Қарадың сонда сөйлейді, сөйлегенде билейді. Балам, балам дей бермей, менің әкем сен емес.
Ал сенің балаң мен емес, ол айтқаның жөн емес. Атаңа нәлет ит кәуір, қыламысың келемеш. Қанша айта келсең де, ол айтқаның жөн емес. Көптігіне сүйеніп, қалмақ сонда жапырда. Ал ақ семсерін қолға алып, оларға қарап ақырды. Аллала бұран шақырды, нөсерлеген жауындай. Қолыңдағы қылыштай, үсті-үстіне сермеді. Кезіне келген қалмақтай, ботадайын көрмеді. Қарсы келген қалмақтың қақмаңдайын шабады. Оңынан келген қалмақтың найзамен тілін табады. Ей, қары дөңдей батырдың қабағынан қар жауды. Екі көзден құтжандай қарсы келген қалмақтың ал айнадайын көзінен қып-қызыл боп қан тамды. Найзағайдай ойнады, қалмақтың тойын тойлады. Ақ семсері жарқылдап, қара тұлпар үстінде найзағаймен бұлыттай ортажы жүріп ойнайды. Қалмақтың тойын тойлайды. Ей, сұр бүркіттей түнерді, сонда қалмақ қашадың. Ей, қайдерін білмей сасадың. Ұшырумен көп қалмақ қалаға келіп кіреді. Қаланың аузын қандатты, шарбақтың ішін шаңдатты. Ал ортадан ойып жол салды, ерегескен қалмақтың жабығынан қол салды, жесірленіп тулатты. Ей, қаланы алып болған соң мұсылман қылды діндерін, сындырды жаман белдерін, бүлдірді сөйтіп елдерін. Қаланы алып болған соң айдады елге қол қарай. Ал жесір жебір жетімді және малды айдады. Арада асты таулардан және де асты белдерден. Жесірді айдап барады, баттақ сорлы жерлерден, орғыл шағыл құмдардан және де өтіп барады. Ал баттақты ылай күлдірден арып ашып тон тозып, сонда жеткен секілді мекен еткен елдерге. Ал алып кесір келгенде көк алашы бары тубайлап, көктен шатыр көтерітіп, салтанатын білдіріп, бұжырғамен жүрдіріп, атасы өгей олжықтың. Алдынан келіп ай атаның, сонда сәлем ай береді. Елі жұрты қалғымен атанасы көреді. Барлығына ол қарап және де сәлем ай береді. Жасыңнан үлкен ай бабамыз, жел болғанда панамыз. Сау саламат аман ба, өзіңнің салған ай қалаңыз. Қалма жауға ой мен бардым, шауып алдым қаласын. Қара менді қандарада, ей, жекпе-жекте қой өлтіріп. Қасында келді 40 бие, оны дағы жібердім, сұхбатына келтіріп. Содан бардым қалаға, ей, қалада қалмақ көп екен, шеңгелі иттің сор екен. Бардым салып соғысты, қалмақтың алып қаласын, шулатып қатын баласын. Жесір жебір мен алдым, келе жатыр алдымда, қосылған және мал мен бүлік. Малдың санын 4 түлік, ноғайлының ашары, соларға ата бер бәрін. Айдайы, 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 айдайы. Сонда атасы көптің ортасына шығып, мадиықтанып, бір ауыз сөз айтты.
қой еңбекті, өгейде болса бір өскен. Келді бала саламаты, халықтың қамын мен айттым. Жөнін біліп баланың айтпадым мен қол жағын. Абзалында шын айттым, айналайын кел қалғым. Балаға мен ризамын, 15 жасқа толғанда. Атаның кегін арлаған, өшіккен жауын қорлаған. Ноғайлыда ондай жаралғалы адамзат. Ондай олам болмаған, жапанда кетіп барады. Қасында жоқ жолдасың, Алласы болды панасы. Атадан артық туғандай, суретіне қарашы. Қара дөңтірі бар болса, жыламас Ноғай баласы. Үстінен бір өткізбес, кетпес жауға қарасаң. Ноғайдың кегін арылады, болады Ноғай панасы. Айтпадым ба озалдан, осындай туған баланың. Көкірегінде көп деп санасы, деп Ноғай ханы сөзін бітірді. Сонан кейін бүкіл Ноғайлыны шақырап, той қылып, Қарадөңді мадиқаттап көтерді. Арада неше жыл өтті. Ноғай ханның баласы Бердіқанды азғырды. Әкесі жоқ кезінде Ноғай сонда жиылды. Сонда тұрып бір би сөз сөйледі. Бердіқан, әкеңнің тұрған алдында қаңғырып келген жетімге билеттің оны, сен бейбақ баласы ханның сен едің. Алтын тақты билеуің саған бала жөнеді. Айырылдың бірақ орныңнан, ақылың сенің кем деді. Баланы қойшы жоқ етіп, әкеңнің тұрған тағында тұрушы бала сен деді. Қаңғырып келген сол жетім ай билеп, сенің кетпей ме маңдайдағы бағыңда. Айырылсаң бағыңмын, жиналған сенің қол құрбың сені мазақ етпей ме? Айырылдың бақтан деп, маңдайыңа теппей ме? Ақылынан адасып болсаң дағы ханның баласы. Ақылың сенің болды кем, алтын тақтан айырылып болдың ғой сорлы сен бейбақ. Ортасына көптің келгеншең ай бүйтіп қорлық көргенше. Емес пе жақсы өлгенің, сонда бала тұрады. Ақылынан адасты, араға түскен шайтандар әртүрлі жолға барады. Ақылының кемдігі әкесі мен баланы шағыстырып жалымдар жолдаспын деп жүргендері. Болмады оған елдегі, алаламай тақты жүргенің азалдығы ақылыңның кемдігіңі. Сонда бала, әкеме барайын, бүйтіп ханның тағын жетімге беріп, өзім билерге күлкі болғаным жарамас. Сол тақты қалай да болса өзім алайын деп ойлады. Бұл сөздің бәрін естіген Қарадөң, жетім деген сөздері жүрегіне жік болды. Есіткен соң сөздерді қайғыланып қан жұттың, ай жараттың Алла нетерге. Жолығып тұрмын бетерге, әуел бастан мен неге келдім екен қалаға. Өмірімді мен өткізіп жүрдім неге далада. Қайғылы болды іштерің, ай жасады жаман күштері. Тұра берсем бұл жерде, қиын болар шайтанның істейтін маған істеріңі.
әкесіне келіп сөйлеген екен. Ей бабамыз қабамыз, желді күні панамыз, жауын жерде панамыз. Мен көрдім ата қорлықта, жетімді қойып тағыңа, ей бердің маған қорлықта. Қан баласы болсам да қатарыма енбедім, күнімді өтті күйумен, қатарға жүріп атамыз. Қызықты дәурен сүрмедім, қызықты дәурен сүрмедім. Айдайы, 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 айдайы. Сонда баланы ертіп жиналған топқа келіп әкесінің айтқаны екенін. Жиналған еді ноғайлы, атасы сонда сөйледі. Атам деп мағана ермедің, жолығып жауға бермедің. Қатарымда жүрмедің, ей жасым беске қой келгенше. Қатарымды қой көрмедің, қан баласы қой дегенмен. Асып сөзді сөйледің, қара дөңді ей жас бала. Дұшпан менен ай қас бала. 8 жасқа келген соң қатар жүріп ей көздеді. Өз қатарын ай іздеді. Жаманға жүдә ермедің, ей жаманның бетін ай көрмеді. Жақсы сөзін ай сөйлесем, отырып сөзін ай тыңдадым. Жаманның ісін ай қылмады, жас үлкенді қой сыйлады. Балам сені қарасам, керек емес сөз айтып, жақсының ісін ай қылмадың. Бетіңе біреу ай айтса сөзі, өз өзіңнен ай тұлдандың. Баласы қанның ай болған соң, шора мен биді жинадың. Қара дөңді тақтан алуға, мұдағаңды айтуға. Атаңа келіп ай сөйлейсің, алайықты өзіңе болмады. Қара дөңді қарасам, тас патшадай ай қамданған. Лашын құстай ай қомданған, ей дұшпанды айтса ғой сайланған. Қару жарақ ай байланған, қиын қыстау ай кездерде. 90 баулы ноғайдың, іздеп құлқын ай табат деп. Ерек ескен дұшпанды айдап жолға салат деп. Айтпадым көп қалыпыны, араға түскен ей бұл бала. Бұздым ай елдің ай түр қалпын, өзімнің балам болсаң да қоя алмаймын ей қандыққа. Егерде болсаң ай қандықта, елім қалқым бұзылар, ей тұра алмайсың ай қандықта. Тұра алмайсың ей қандықтан. Сол елдің бір басты адам бар екен. Сол да қанның сөзін қостады. Сол қостағасын барлық халқы да қостайды. Қарадөң ішіндегі жамандардың ойы жаман екен. Мен тағы да қалмаққа аттанайын. Сонан соң сол елді алып келген соң ноғайға көзін сала алмайды ғой деп ойлады. Қара дөңдей батырың мінерге атын баптады, найзаларын саптады, қылыштарын таптады, тұлпарын қара жемдеді. Айыл тұрман бек тартып, құйысқанын қысқартып, жүрегін жөндеді. 90 баулы ноғайдан
бір жан оған ермеді. Қаразымдай қалмақ қанына жүрейін деп атты ерледі. Ей бадана көзді берік сауыт, үстіне баса киеді, пірлеріне сыйынып енді атына мінеді. Халық үшін белді буады, ноғайдың қамын ойлады, жылатпасқа баласын, ей бүлдіртпеске қаласын. Қаладан шығып жөнелді, ей астындағы қарасы орғыл құмдардан ақ бөкендей өрмелеп аузын ашып келеді. Омыраудан тері сорғалап және де өтіп барады талай төбеден шалқыған дария көлдерден. Ал су қарып атын алады, суға әбден қанған соң орғаяндай жосытып және кетіп барады. Өтті биік таулардан, қорқар емес жаулардан. Ей ақ найзасын көңгеріп келе жатыр сол бала, бір өзін мыңға теңгеріп алыста болса алмағы. Ей Қаразімнің жеріне ойлады бала бармағы. Қызын соның күң етіп ұлын қоюды ойлады. Есікті жүрер құл етіп неше күндей жосиды. Бір замандар болғанда келді елдің шетіне, келген соң елдің шетіне қарауылда отырған көрді жүздей қалмақты. Сонда көрді шамасын 100 қаралы кісіні, көріп қалды қарасын. Келе тұра қала сөйлейді, сөйлегенде бейдейді. Кімнің мынау қаласы, кімсің сендер сұрайын боласың қандай ел деді. Ей аты жөнім сұрасаң Қарадөң деген ередім, іздедің қалмақ елдерін. Жерін оның аларға, елін ойын саларға іздеп шықтым мен деді. Асылым менің ноғаймын, ей жүргенім менің солаймын. Сонда қалмаққаны әзір жігіттен 800 жігіт алып Қарадөңге қарсы шықты. Сонда қалмақтар артыңдағы еліне хабар жіберді. Сонда 800 кісінің ішінен біреуі сөз сөйледі. Ей тегімізді сұрасаң қалмақ деген ел едік, тұрғанша бөлініп ередік. Күтіп тұрған ерлеріміз көрсек ноғайды жереді. Қаңғырып мұнда келгенің ағарды ма сорлы көзіңіз. Ей 800-дей еріміз соғысамын деп сен сорлы келіп нені білгенің. Болмай ма өлім көргенің, ей ажалдағы сормаңдай сені айдап келгені. Өзің жалғыздарасың ай байтақ қалмақ елдерің. Алдында тұрған бабаңыз өлтіреді өзіңді, қалай менен аласың. Ей қолға ұстаған ақсүңгі саған салып алармын, қайратыңды қарармын. Ұстаған қолға көкбөрен оны да сермеп қалармын. Ерегессең сен балаң ай астыңдағы атыңмен, үстіңе киген шарайына ұстаған қолға қаруың ол жағып бәрін алармын. Сонда Қарадөң сөйлейді. Менің атым Қарадөң, жекпе-жекке келсеңсең өлтірермін өзіңді, оярмын екі көзіңді. Астыма бүктеп салармын, ей тамағыңнан бауыздап көңіліңді табармын. Ал артыңдағы көп қолды талқанда бұны шабармын. Мақтасам мақтау сүйеді астымдағы қаратым. Ей жүзіне күлсе қоймайды жандағы алмас болатым. Қусам саған жетермін, өлтіріп сені алармын. Еліңе таман барармын, ей ұлыңды отын етермін, қызыңды қатын етермін. Қалаңды шауып мен алып, ей қызыңды қатын етпесем, атаңдан тумай кетермін.
Қаразымдай мына қалмақаң сөзі өтеді, сүйегіне жетеді, қызын қатын етейін деген сөзі қалмақтың сығырына сонда қайнатты. Ей, сонда қалмақ тұлданды, бұрыш болат қол қалды, қара дөңге қарады. Ей, ода қайсар ерекен суырып қылыш алады, Қаразым сонда ұмтылды, екі батыр жекпе-жек алысып сонда қалады. Ей, ақ найзасы жарқылда бірін-бірін шанышты. Ей, нарбурадай айқасып арыстандай қалысты, шанышқанша шыдамай Қаразымның найзасы ортасынан бөлімдің. Ей, найзасы қолдан кеткен соң жеңілерін біледі, қара дөңнің көздері шамшырақтай жайнады. Ей, зыңғыра ердің қайнады, атқа қамшы басадың, екінші кезек келгендің. Ей, найза сонда шаншыды. Ей, найзамен түйіп қалғанда ысырылып қаныңыз ат көтіне барады, мұрсат бермей тағы да найзаны салып қалады. Қалмақтың қаны Қаразым сонда аттан ұшады. Қара жерді құшады, қаны аттан ұшқанда 800 қалмақ шапырды. Сонда тұрып қара дөң бұларға қарай ақырды. Ей, оң келгенін оң шапты, сол келгенін сол шапты. Қарсы келген қалмақтың қақмаңдайын шабады, кейбіреуін шаншыды. Аттан түсіп кей қалмақ аузынан қаны атылды. Сонда қалмақ қашады. Қырылып көбі қалған соң не нетерін білмей сасады. Қалаға келіп қамалдайын, таппады басқа амалдай. Ей, қарадөң мінген қарасың, ей, желіде есіп самалдай. Қаланың ішін қан қылды, қатын менен баласын, қалмақтың алды қаласын. Мұсылман қылды діндерін, жесір жебір мал алып. Қаразымның қызы еді, күл қашима сұлуды, алып жүрді оны да. Еліне қайтты қарашы, бірнеше күн жүреді. Нақ 3 ай толғанда жесір жебір мал алып, еліне сонда келеді. Жесір менен жебірді үлестіріп, батырдың халыққа оны береді. Жарлысың, ей, байға теңелдің,